Қосылған құн салықты көтеріп, халықтың қалтасына түспей, аға-көкелердің мүддесін шектеу керек дейді. Азаматтық белсенді саясаттанушы Санжар Боқаев үкіметтің қосымша құн салығының өсіру бастамасына қарсы пікір білдіріп, бюджет дефициті мәселесін реттеуде өз ұсыныстарын айтты. Қосылған құн салығы өссе, азық-түлік тауардың бәрі қымбаттайды. Санжар Боқаевтың сөзінше, қосымша құн салығын 12-ден 20%-ға көтеріп тастайтын болса, онда бір күнде бүкіл елімізде азық-түлік, бүкіл тауарлардың бәрі кемінде 8%-ға өсіп, инфляцияны 15-16%-дан асырып жіберуі мүмкін. Біріншіден, экономистердің бұл салықты кедейлер салығы деп те атайтыны жөн. Өйткені бизнес бүкіл салықтың бәрін өзінің тауарларына, көрсететін қызметінің бағасына кіргізіп қояды, ал төлейтін біз қарапайым қазақстандықтар. Бұл салықтың өсуін жағдайы жақсы, бай адамдар мүлде сезбейді, ал қарапайым, жағдайы нашар отбасылар әлеуметтік-экономикалық жағдайы нашар азаматтардың қалтасына соққы болып тиетін саясат дейді ол. Санжар Боқаев бизнес туралы айта келе, көршілес Қырғызстан, Өзбекстан болсын, ол жердегі қосылған құн салығы 12% деңгейінде қала беретінін, ал Қазақстанда бұл салық 16 немесе 20% болса, біздегі өндіріс компаниялардың көбі тоқтап қалуы мүмкін деп болжайды. Өйткені көршілес елдер дәл сол тауарларды шығарады, ал олардың құны Қазақстаннан гөрі әлдеқайда арзан. Сондықтан олар Қазақстанның нарығына кіріп кетеді де, өзіміздің отандық өнімімізге қиыншылық туғызады деп есептейді. Ол үшін не істеу керек? Саясаттанушы осындай халыққа зиян келтіретін салықты көтермес бұрын 1-5-6 нақты қадам жасайтын болса, мұндай салықты көтермесе де болар еді дейді. Өзі ұсынған бірінші қадам бюджетті жақсылап талдап шығу, оңтайландыру, қажет емес жұмыстардың бәрін алып тастау. Өйткені көбінесе аға-көкелеріміз үлкен шенеуніктер ішіне қажет етпейтін жұмыстардың бәрін енгізіп қойған. Олардың сметасын өсіріп тастаған, өйткені оның әр қайсысының ішінде шенеуніктердің жемқорлық мүдделері бар, сондықтан соларды азайту керек. Олар салық төлемейді. Белсенді екінші қадам. Сол қосылған құн салықтан басқа да салықтардан босатылған қаншама үлкен олигарх бизнесмендер көптігін айтады. Олардың компаниялары салық төлемейді. Мысалы, автоөнеркәсіпті алар болсақ, олар автокөлік шығарғандықтан оларды салықтан босатамыз деп қойған. Олардың төлемеген ақшасын санайтын болсақ, ол триллиондаған ақша. Сондықтан тиімді емес пе, істемей-ақ қойсын. Бізге, халыққа біз автокөлік шығарып жатырмыз. Сондықтан өтел алым төлесін, мемлекет бізге субсидия берсін, салықтық артықшылық берсін дегенді қою керек. Тиімсіз бе, онда істемей-ақ қойсын. Біз басқа елдерден автокөлік алып келеміз. Сол сияқты қажет етпейтін тиімсіз субсидиялардың бәрін кесіп алып тастау керек деп есептеймін дейді ол. Тендер 10 триллион теңге айналып жатыр. Келесі қадам бүкіл мемлекеттік сатып алу жүйесіне жақсылап талдау жүргізу. Боқаев мысалы мемлекеттік тендер арқылы 10 триллион теңге ойнатылатынын, тағы да сол жердегі сметаларды қарағанда оның бағасын өсіріп тастағанын айтады. Соның ішінде қажет етпейтін жұмыстарды алып тастап, бағасын төмендету керек дейді. Мемлекет қызметшілерінің санын азайту. Саясаттанушы одан кейінгі қадам мемлекеттік қызметтегі адамдардың санын азайту болу керек дейді. Мемлекеттік аппараттың жалпы шығындарын азайту керек. Ол деген миллиардтаған ақша, өйткені саны көп, сапасы аз шенеуніктер көбейіп кеткен. Олардың біз үшін жұмысы мүлде тиімсіз, ондай шенеуніктер қажет емес. Саяси партияларға қаржыландыруды тоқтату керек. Боқаев одан кейінгі қадам келесі жылдағы бюджетті алар болсақ, саяси партияларға бюджеттен 10 миллиард теңгеден астам ақша бөлініп қойғанына назар аударады. Барша қазақстандықтардың салық төлеушілердің қалтасынан парламенттегі саяси партияларға 10 миллиард теңгеден астам ақша бөлінген. Оны 365 күнге бөлсеңіз, күніне 28 миллион теңге. Бұл не деген ақша? Ол қаншалықты тиімді жұмсалып жатыр? Нәтижесі бар ма, жоқ па? Аманат, Ақжол, басқа да партиялар сол ақша алғалы бері тиімді жұмыс істей бастады ма, жоқ па деген сұрақты қою керек. Ондай шығындар қажет емес деп Боқаев бұл ақшаны да қысқарту керек деп санайды. Тобықтай түйін. Санжар Боқаев осындай қадамдарды жасаған соң үкімет қарап шықса, онда бюджетте ешқандай дефицит болмайтынын айтады.
Онда бюджет тиімді болып шығады, ешқандай салықты көтерудің қажеті жоқ екеніне көздері жетер еді. Ал бізде осы қадамдарды жасамай, жүгіріп барып, қарапайым қазақстандықтардың қалтасынан ақшаны жымқырып алу дегенді қою керек.